Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер, қалдарыңыз қалай? Баптарыңыз қалай? Бүгін дейтін сол сіздерге видео түсіріп кетейін деп, жалпы қыста тауыққа қандай жем беру керек, берген дұрыс деп өзімнің ойымды, мнениемді айтып кетейін деп едім. Жалпы совет беріп кетейін деп едім. Мен далаға дейтін сықырлап тұр, кәдімгі аяз. Так, мен қандай жем берем? Так, ана жол дейтін біз 40 килограммдай бір мешок жем алып келген болатынбыз. Жем ол кукуруза алған болатынбыз. Қазір көрсетем. Әне тұр. 2,5 шелек почти. Так, в общем, қыста бізге тауықтарымызға бидай емес, жалпы кукуруза берген жақсы. Осы жемдердің арасынан бірінші кукурузаны таңдаймыз. Себебі кукуруза ол бізде белок. Белок, мысалы, суықта жылу бөледі, мысалы. Вот. И осы кукурузаны жай бермейміз. Мен лично өзім бітем. Мына жерде мінде осындай сары шелегім бар. Осыған мындай ыдысым бар. Осы бір ыдыс мясокос, бір ыдыс ракушка қосам да, мына жақтан 2 ыдыс кукуруза қосам да, бәрін араластырып, жылы су қосам да, бәрін араластырып бірге берем. Осы кезде каша болады. Вот. И оның ішінде көптеген пайдалы заттар бар. Бізде мясокос тоже белок, ракушка кальций. Жалпы сол екеуі основной қажет заттар, белок пен кальций болса болды. Тауыққа қалғанын олар өздері природадан тауып жейді. Мысалы, өздері далаға шыққанда міне так. Ал жерде менде ракушка. Вот осындай, сәл-пәл крупный. Астында ұсақтары да бар. Средне дробленный. Так, но бізде мясокос. Мясокос ұзаққа жетеді осы всегда. Мясокосты мен осыдан 1,5 апта алған болатын. Уже ол кезге дейін мен 2 шелек жем нетіп тастадым, расход жасап тастадым. Бірақ та мясокос пен ракушка әлі бар менде. Так, енді қазіргі осы бізде қазір суық примерно бір шамамен жаңа көрген болатын 23 градус болып тұр. Тағы дейтін осы 23 градуста тауықтарым өздері қалай сезініп тұрған көрсете кетейін. Түсірілім кешке түсіріліп отыр енді. Үшін кешірім сұраймын. Мен дата көрсетпей бағана осыдан бізде сағат қазір 6 болды. 6:30 болып қапты. Сағат 5:40-та құйған су, міне 40 минут бұрын құйған су. Уже тастай оқпаған. Так. Мына қораға бірінші кіріп шығайық. Мына қорада бәрі жақсы. Көріп тұрғандарыңыздай. Китайский шелковыларым бәрі жақсарып жатыр. Ақырында өсіп жатыр. Мына әтеш ақырында өзінің жұмысын атқарып жатыр. Міне ортасында отырған әтеш. Жолдары байқап жүрмін. Кәдімгідей тауықтарды таптау. Осы бір апта болып қалды, кәдімгі активный болып жүр. Міне тауық, тағы да тауық вроде бы. Осы бір әтеш тауық қойдым шатаспасам. Так, мына жаққа 4 тауық алып келіп қойдым. Оны ертең видео шығатын болады. Жалпы общий түсіндірем. Көптеген сұрақтар қойылып жатыр. Осы сұрақтардың бәріне жауап беріп, жалпы сұрақтарға жауап беретін боламын. Олар әлі жұмыртқа туып отқан жоқ. Мына гинсон сындырып тұрыпты. Так, әтешім мына 4 тауықты активно таптап жүр. Аслан мына ақты таптайды, мына қоңыр, ар жағында қараны таптайды. Мына білесіздер, мен ухилю тауығым әтешім өліп қалған болатын. Оның алдында бәрі бірге жүрген болатын. Вот сол ухилю тауықтың, ухилю тауығы ғой. Мына шетте тұрған. Вот. Так, өздері вообще четко сезініп тұр міне. Спокойно кәдімгідей боқтарын түсіп жатыр. Ештеме қатпаған. Пометтар бәрі жақсы. Жалпы бір сөзбен айтқанда бәрі жақсы қазір оларда. Бұл да жемнің арқасында деп ойлаймын. Салмақта қазір арықтап отқан жоқ, қосып жатыр наоборот. Так, енді основной қораға баратын болсақ. Так. Мына қорам менің надан қарағанда суық. Оның өзіне ішіндегі тауықтардың біреусі де өлген жоқ.
суықтан болсын, аурудан болсын, вообще полностью өлген жоқ ешқайсысы. Так, мына қазір есігін жауып алайық. Уже сағат 6-да бастап күн отырды уже. Так, тауықтардың үстіне қоям. Ағашын қымтап дұрыстап. Түнгі жағын дұрыстап жауып кетем. Так, бір шторкадан бұлар кірмейді. Өзім кіргізем, өйстіп айдап. Так, мына жақта да бу шығып тұр екен, бірақ мына жақ жылы ана қорадан қарағанда, себебі мына жақ астынан нық. Ана қора жалпы былай тез. Мына быстрый руки дейді ғой, сөйтіп тез жасалған қора. Есік шықпай отыр. Так, мына қора болса, бұрыннан келе жатқан қора. Бірақ та енді оның өзінде де суықтың до такой степени суық екен, міне үстіп дәлелдеуге болады. Кәдімгі суық, көріп тұрсыздар ма? Бәрі жылт етіп тұр, кәдімгі жылтырап тұр. По краям шет бойынша кәдімгі минус 25 айтып тұрғандай. 23-25 примерно сондай. Түнгі жақын тағы кішкене көтеріледі. Кәдімгідей қатып қалған ғой, до такой степени. Свет бірақ та күні бойы қосылып тұрады. Міне уже аяққа қатып бастап жатыр. Так, тауықтарым мына жақта да бәрі жақсы, активный. Мына как раз самый 3 жақсы тауығым, 3 мықты тауығым отырып алыпты. Міне мына бір даканың ортасында отырған. Бұл күзде де күрік басқан. Бірақ енді балапандар болмай қалды, дұрыс қарай алмай қалдым өзім. Оқуда болып нетіп. Так, мына бір ақ кахинхин осы жазда бірінші күрік болды. Оның алдында өзіміздің жерлесімізден алғанда ол айтқан болатын. Оның алдында 2 рет күрік болған деп. Мына бір ақ тауығым тоже 2 рет күрік болды. Самый жақсы күрік болған дакан ғой. Гнездолары боқ, бір жұмыртқасы бар. Жаңа туған болатын. Походу. Так, мына подкладной жұмыртқа. До такой степени суықтан боқ жабысып қалған. Так, не, до такой степени нелер жұмыртқалар жарылып жатыр суықтан ғой. Көріп тұрсыздар, оның бәрі шеті бәрі суық. Енді бұған 1 ай қалды, құдай бұйыртса. Сонымен февральда осы қорада қыстап шықса, ары қарай күн жылынады бұйыртса. Так, бәрі сол қалпы. Ешқайсысын тиіскен жоқпын, ешқайсысын әрі сатқан жоқпын. Бәрі бірдей. Так, анжол видеоларда міне активный жаңа тауықтарым ауылдан алып келген. Бәрі жақсы. Брамал активно таптап жүр, красавчик. Так, ана гнездоға вообще тумайды тауықтар. Бір неге гнездоның үстіне қонақтап отырып алады бұлар. Үстіп өздерін асқазандар қорытып отырып алады. По идее мына жерге отыру керек. Так, енді бұндайдан бүйтіп жасайтын боламын. Осы жақында осы демалыста енді бір 4 күннен кейін демалысқа шығамын. Өзі сенбі-жексенбіде жасайтын боламын. Мына жерде бұрынғы көрермендерім білетін болса, былайынан менде фанер тұратын, и былай бір қонақтайтын, и былайынан поперек бір қонақтайтын. Сол кезде олар жақсы қонақтап отыратын. Аналар мысалы жартысы мұнда қонақтайды, жартысы вообще жерде жүреді, жартысы вообще мұнда қонақтайды. Бұл дұрыс емес. Мысалы олар мұнда қонақтайын десе жартысы сиюн сияды, бірақ та неудобно. Мысалы мыналар алдыға үстіп стенге тақалып тұрады, ал мынаның астына қонақтағандар оларға боқ түседі олардың. Скоро тоже тазартам. Қорада опилка болған, бір мешок. Енді походу туайын деп жатыр. Точносын білмеймін. Так, енді осы бүгінгі видео. Тауықтарды да түсірдім. Жалпы не беру керек екенін де түсірдім. Жалпы сіздерге бәрін түсіріп кеттім деп ойлаймын. Сау саламатта жүргенше ауырмаңыздар, сырғамаңыздар, тауықтарыңыз көп.